Жақсысыздар ма? Күн қалай жақсылап шығыпты? Жақсы, иә, менше көңіл күйіміз жақсы болады деп ойлаймын, отыра қойыңдар. Тақырыбы шамаларды әртүрлі құралдармен өлшеу. Мақсаты сен шамаларды өлшейтін әртүрлі құралдармен танысасың, шамалардың мәндерін салыстыруды жалғастырасың. Балалар өткенді пысықтау үшін үй тапсырмасыға қақпа әдісі арқылы біз қазір сұрақ жауап ойын ойнаймыз. Ендеше балалар тақтаға қараймыз. Бірінші қатардан маған кім шығам дейді? Әмина келе ғой, Даниял келе ғой, Әсен келе ғой. Тапсырмаларды алып, оқып жауап берді. Әркім өзінің тапсырмасын алады, иә. Доптың артында не жазылып тұр, оқимыз. 92 литр, 29 литр. Салыстыру керек. Қайсысы үлкен? 92 литр. Өйткені ол үлкендер. Жақсы, өте жақсы. Даниял оқи ғой. 78 литр, азайту 29 литр. 77 литр, азайту 28 литр. Даниял, қайсысы үлкен екен? Белгіле мына жерге. Қой мына жерге. Сосын белгіле. Қандай болады екен? Дұрыс айтасың, өте жақсы. Сенікі қандай оқы? Менікі 23 литр, қосу 47 литр, 24 литр, қосу 46 литр. Қанша болады? Қалай? Екеуі? Екеуі болады 10. Дұрыс, қоя ғой. Өте жақсы. Отыра ғой. Отыра қойыңдар. Әр бала жауап бергенде, бірінші сұраққа жауап берсе, балды қойып отырамыз. Түсінікті ме? Біздің алдымызда жаңа нені көрдік? Қол сағат нені білдіреді? Сағатты. Не істейміз сағатпен? Минутқа сосын? Секундқа, дұрыс айтасыздар. Келесі, менің қолымда не тұр? Сызғыш па? Дұрыс айтасыңдар. Жаңағы бүктемелі не тұр? Үй салғанда сосын? Қабырған өлшейді, қол көтеріп айтамыз. Нұрәлі айта ғой, тұра ғой. Есікті өлшеуге дұрыс айтады, сосын? Айнеге? Дұрыс. Келе ғой Айбын. Кім өлшейін дейді Айбынды? Абайған. Бойын өлшей ғой, қанша сантиметр екен? Қалай өлшейсің? Жоқ, мына жақтан бастайсың. Жоқ, көтерінді аны. Олайынан енді көтер. Қай жерге неше бойы қанша екен? Әлі көтереміз, е? Қанша сантиметр екен? Бойы? 130 сантиметр екен бойы. Өте жақсы. Тәжірибе әдісі, түсінікті ме? Енді балалар тыңдаңдар. Су бар әртүрлі ыдыстардың көлемдерін салыстырып, көрейік. Үлкен, кіші ыдыстағы суды көрсету. Енді қараңдар. Қандай ыдыста су көп, қандай ыдыста су аз екенін білеміз. Енді мұқият қарайық, тәжірибе жасап көрейік біз. Менің қолымда не бар балалар? 5 литр су. 5 литр су. Мұнда қанша су? 1 литр. Мұнда? Жарты литр. Дұрыс айтасыздар. Енді қараңдар. Бізге айтады, әр көлемдегі суды қарайық. Мынада су қанша? 5. Көп па, аз ба? Көп. Мұнда қанша? 1. Көп па, аз ба? Аз. Мұнда? Дұрыс айтасыздар. Енді балалар былай ойлайықшы. Біз 5 литр суды 1 литр ыдысқа құя аламыз ба? Жоқ, неге? Кім айта ғой? 5 литр 1 литрден үлкен болады, сыймай қалады. Дұрыс айтады. Сыйымдылығы кіші, 5 литрдің су бұған құя алмаймыз, иә? Ал 5 литрге 1 литр суды құя аламыз ба? Кім айтам дейді? Айт оқым. 5 литрге біз 1 литр, жарты литр суды құя аламыз ба? Себебін айта ғой. Құя аламыз. Иә, өйткені
Қанша литр су сияды мұнда? 5 литр сияды. Ал балдарыңызды өте жақсы. Сыныпты болды ма? 5 литрдің сыйымдылығы 5 литр су құяды екенбіз. Сыныпты ғой. Өте жақсы. Мынау бізде не? Өлшеуіш. Бұл мен не өлшейміз? Су өлшейміз. Алма. Сосын? Дұрыс, тағы да? 28 килограмм екен. Килограмм, литр, килограмм айтып, центр, тонна, я. Енді балар, бізде сынымымызда жаңағы таразы не болмаса, біз қолма-қол мынандай затпен істеуге болады. Затымызды өлшеуге болады екен, дұрыс айтасыңдар. Енді қазір таразымыз дайын тұр, яғни балалар, екеуі бірдей. Енді маған екі оқушы келіп, өзінің қаламын, қандашын әкеп өлшеуге болады. Ал қайсы ауыр екен? Ол не? Точилка жаңағы желімнен не істейді екен? Ауыр екен, ала ғой. Бір жағына қайшын салдың, дұрыс, бір жағына. Ал енді өзің былай тұр. Ал қайшы ауыр ма, әлде желім ауыр ма? Өте жақсы ала ғой. Қанша екен? 3 грамм. Жалғыз алмұрт 3 грамм тұрады екен. 37 грамм алма тартыпты ал. Отыра ғой. Ой, қанша болады екен? 166. Оқи ғой. Екінші тапсырма. Үшеуіз құралды таңдап қаламыңның ұзындығын өлшеу. Ал қаламыңның ұзындығын өлшей ғой. Сызғыш арқылы қаламыңды өлшеш қанша сантиметр екен қаламыңда? Қайдан бастап қоямыз? Нөлден бастап, дұрыс айтасың. Ал қанша екен? 15. Жаза ғой жерге. Қалам 15 сантиметр. 15 сантиметр болды, я? Қалам. Неше сантиметр? Неше сантиметр? 15 сантиметр, дұрыс. Дұрыс. Тоже 15 сантиметр ма? Жаз. Қарындаш 15 сантиметр. Енді қара. 11 килограмм жемістер, көкөніс пен жеміс көп па, 3 килограмм алма көп па? Қоя ғой, салыстыру бересің. Өте жақсы, отыра ғой. Саған бір бал тағы да, я шырағаныш. Келесі. Жазамыз, қалмаймыз, жазым ба? Менде бір бал. Оған несі жазым? Енді, отыра, екеуі қандай болады? 15 сантиметр мен 15 салыстырса, қандай белгі қоясыңыз? Я, қоя ғой, өте жақсы. Өйткені екеуі де қандай сөйлейміз? Екеуі де қандай? Дұрыс айтасың, екеуі де ұзындықтары бір. 200 6 қой 25 ешкі 22 түйе. Енді осы жануарлардың салмағын өсу ретімен жазу керек. Абылайхан шыға ғой, өсу ретімен жазу керек. Әр сөз жаңа абзацтан басталса, бас әріппен жазамыз. Сиыр 200 килограмм. Ең соңғысы қандай? Түйе. Түйе қанша килограмм? Мұнсыз шақты жазамызда. Тура осылай жазасыңыз. Бірінші біз жануарлардың салмақтарын жазбадық, қанша екенін. Содан кейін оны өсу ретімен жаздық. 21 сантиметр екен аяғы. Келесі ал ен. Ұстап. Сап. Қанша екен?
несін өлшейді? Мынау тамақ. Қағазы бірақ тамақтарды өлшейді, дұрыс айтады. Мұғалім. Сағат. Ол нені өлшейді? Ол сағат. Секунд. Секунд, минут, грамм. Қанша екен бізде? 100 грамм. Ең кішісі бізде 2 грамм. 2 грамм. Кім онынан тез-тез береді? Кітаптан жаза беріңдер. Қозының масы. Өнердегі дейді. Қой 35 килограмм кем десе не істейміз біз? Азайтамыз. Артық десе Қосамыз. дұрыс айтады. Артық кем десе қосамыз. Сонда қозының массасы қанша килограммға кем екен? 23 килограммға кем екен. Өте жақсы. Енді астына жазасың, я? 61 қанша? 48 тең қанша болады? Я, осылай істейміз. Ақпар, қосу болады. Молодец. Жақсы. Келесі. 4 қосқанда неше болды? Көрсет 13-ті. Молодец. Отыр, әмір. 10 қосу 4. Неше болады? Молодец. Келесі. Дұрыс, қос, молодец. 6 қайда, 7 қайда тауып алып. 7. Молодец. Келесі. Бүгінгі сабақ балалар түсінікті болды ма? Түсінікті болды ма? Кім түсінбеді? Қараңдар. Өте жақсы түсінген оқушылар бар ма? Қане қол көтереміз. Өте жақсы түсінген. Мен сабақты жақсы түсінбедім дейді. Бар ма? Ондай? Жоқ. Тақырып маған ұнады дейді. Ұнады ма? Енді балалар, сабақты қорытындылай келе бізде мынандай не бар? Ребус. Шешеміз, я? Қандай сан тұр? 7. Шеп, бірлет не істейді дейді? Бірлет кес дейді. Үйге 6-шы тапсырма. Түсінікті ма?